индийский манта, жаппасай немесе жалқаудың тамағы деп аталатын тамақты бірге жасаймыз. Ең алдымен 1 кг етті кубиктап тураймыз, яғни 4 бұрыш формада. Ең алдымен қазанымызда қыздырып 250 грамм пісте майды құямыз. Қызған қазанға етімізді салып, міндетті түрде еттеріңіз жуылуы қажет. Осылай 10 минут тұрғаннан кейін 4 ас қасық томатты қосып, араластырып, тағы да 5-10 минутқа қойып қоямыз. Болғаннан кейін қазанның астын өшіріп, осылай ішіне керек қоспалардың барлығын кубиктап тураймыз. Яғни 4 бұрыш формада. Ең алдымен сәбізімізді турадық. Үшінші кезекте картоп, мұны да кубик формада тураймыз. Онан соң сәбіздің үстіне қосамыз. Дальше біз пиязды да тағы да кубиктап тураймыз. Барлығы біркелік формада болуы қажет. 1 штук редканда 4 бұрыш формада тураймыз. 2 штук болгарскийді да кубик формада тураймыз. Мұны да қоспалардың барлығын қазанға салып, араластырамыз. Болғаннан соң 3 литр суды құйып, сорпа жасайтын боламыз. Дальше дәміне қарай дәмдеуіштер қосамыз. Мен үйдегі бар приправаларды қостым. Шашлычный приправа, тағы да бір приправаны қостым, яғни дәм беруі үшін. Онан соң корейский тұзды қостым. Бұл тұз приправа әрі тұз ретінде жүреді, яғни 2 в 1. Онан кейін ас үй тұзын қосатын боламыз, яғни барлығы көз мөлшерінде. Мен 4 зола қамыр еледім, оның ішіне жұмыртқаны саламын. Себебі бұл қамырдың тығыз әрі берік болуы үшін. Тұзды да басым етіп, қамырды қатты жұмсақ, қатты етіп емес, біркелкі, яғни орташа деңгейде елейсіздер. Болғаннан кейін 2 қамырды жайып, арасына сұйық май құйып, дәл осы видеода көрсетілгендей орайтын боласыздар, яғни гафре формада. Тамақты 50 минут немесе 1 сағат пісіреміз. Бізде тамақ дайын. Видео пайдалы болса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Мен үлкен отбасыға істедік. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте керемет болып шығады.